Әлеуметтік желіде әркімнің ертегідей өміріне сене берме. Біреуге қарап, не деген күшті тамаша өмір деп ойласаң, оның тек жақсы сәттерін көріп тұрғаныңды ұмытпа. Итак, көбісі жақсы сәттерін ғана салады ғой. Мінсіз адам жоқ. Шын мәнінде әркімнің жақсы және жаман қасиеттері, әркімнің өзінің қиындықтары, шығындары, қателіктері бар. Факап бәрінде болады. Жетістік бұл жай ғана әдемі сурет емес. Оның артында үлкен білім, терең түсінік, темірдей мінез жатыр. Әлеуметтік желілерде бәрі тек табысқа жеткендей көрінеді. Так, сөйтіп қана көрсетеді ғой бәрі. Бірақ өмірде әрдайым жарқын бола бермейді. Бұл ақиқат. Бір кем дүние әркімнің өз жетіспеушілігі, өз сынағы бар. Сондықтан әлеуметтік желідегі өмірге алданбай, өз өмірімізді құрайық. Тек бақылаушы болмай, өз тарихымыздың авторы болайық. Аллах жар болсын.